Assalamu alaikum, hurmatli seyirciler. Bu UA TV studiyada Ukrayna haberleri bugün aprelnin 15'i bazar ertesi günü. İşgal etilgen Kırım'da tintuvler Rusya kuvvetçileri Qiyar yanındaki штурмовой yani Şuli kasabasında tintuvler geçirdi. Tintuvler Cemide ve İmam Rustem Abelev'nin evinde geçti. Bu haqda Kırım Birdemligi haber etti. Onların malumatına göre Abelev tevqif etildi. Onu neden qabatlanğanları da belli değil. Rusya telekanalları olğan vaqalarını kameraga çıkargan. Забрали какие-то книги. Kitaplarını tutup aldılar. Nasıl maddege көре qabatğanlarını bilmeymiz. Qoşusundan yüklü kadını evge қалғанını bildik. Очень грамотный, образованный человек. Пек оқмышлы тыш докторы Инкерманда çalışа. Бізде бірінші кередегіл бөлі тентувлер, Cemide'de tentuvler geçirdiler. Кремльнің саяси мүшесі Володимир Балух украинлерге мектуп язған. О қанунсыз шекілді Тверь вилаятындагы Торжок шәрінің колониясында тұтыла. Мектупны Украин фаали Татьяна Лазда өзінің Facebook сәйфесінде ерлештірген. Балух она қол тұтқан әркеске минядарлығыны білдірді. Оның қайд еткеніне көре НСС Украинаның ғалебе қазанмасыдыр. Кремль незаретіндегі махкеме Балухны аман-аман 5 елға махкум етіп, она $150 тешкіл етілген жүреме белгіледі. Ишгалжілер она қаршы әкі жинайы иш ұйдырды. Башта силя сақланмасында сынрайсы СИЗО башлығына ұжым еткенінде қабатладылар. Оқу қаймайыжілерінің білдіргеніне көре Володимир Балух Украина тарафдары олғаны үшін хусусан Евінің топесіне Украин байрағыны асқанындан себеп репрессияларға ұқыратылды. Муфлис яғни банкрот олғаныны илян етув ақы. Президент Петро Порошенко банкротлық, яғни муфлислік процедуралары бойынша кодексны имзалады. Бұл ақта Девлет башлығы Киевді иш адамларынен кечкен күрішу вақтында хабер етті. Яны процедура махкеме ярдымынен боржилу адамға қиын вазиеттен чықымаға ярдым етті. Махкеме оны одунч бергенлерден, яғни кредиторлардан қорчалап, боржының оденмесі үшін шарайит яратмалы. Ще є одна приємна новина. Дабыр яқшы хабер, банкротлық ақында қануну имзаладым. Ресмилештіру бойынша бір қаш суалимыз олса да, қануни севиеде бір имкан тапып, әршейіні қарылаштырамыз деп түшінем. Украинаның сербест күрештен қыдынлар тақымы Авропа чемпионатында біріншілікні қазанды. Бұл ақта Украина Милли Олимпик комитетінің матбуат қызметі хабер еті. Ярыш Романиядаки Бухарест шерінде кечті Оксана Ливач, Ирина Гусяк, Алла Черкасова ве Алина Бережная алтын медаллернен тақдерленді Татьяна Кот ве Лилия Горышня. Авропа вице-чемпионлары унваныны қазанды. Меркезей сайлав комиссиясы 430 бинден зияды бюллетенні ечнебей сайлав бөлгелеріне теслим етті. Екенже турда рей бермек үшін сайлав бюллетенлеріні Украина тышышлеріні зерлігінің векелі алды. Деп хабер етілі Меркезей сайлав комиссиясының матбуат меркезінде. Умумен четелде 101 сайлав бөлгесі чалыша. Президент сайлавларының бірінші туры вақтында 50-ден зияды сайлай жерей берді. Умумен ечнебей жедвеллерді 410 bin Ukraina vatandaşı kaydetilgen. Keçken 24 saat içinde Donbasta bir Ukraina askeri yaralandı. Rusya işgalcileri ateş toxtatılması rejimini 10 kere bozdu. Bir kere Minsk anlaşmalarının yasak etilgen silah kullanıldı dep haber ete Birleşken Kuvvetlerinin matbuat merkezi Lugansk yönelişinde minalarının ateşi altına Zalatoy 4 noktasında yerleşken bölgeler tuştu. Kırımskaya ise tanklarga karşı raketa komplekslerinin ateşi altına tuşken. Donetsk tarafında boyevikler Avdiyevka ve Primorski bölgelerine ucum etken. İstihbaratının malumatına göre boyevikler arasında 4 kişi öldürüldü ve 3'ü yaralandı. Yarı geceden beri ise CB tarafında tınç.
Авропа Бірлігі Шурасы газ тижареті бойынша яны қайделеріні таздықлады. Қайделер Северный поток 2 газ бюросына да айт. Олар газ бюросының ішке көрсетілмесіні мурекеплештіре. Артық Авропаға оның тәркібіне кірмеген башқа мемлекетлерден келген газ бұролары да қатты шартларға уймақ керек. Хусусан НДД газның еткізілмесінен Русияның Газпром шіркеті дегілді мұстақил муэссесе оғырашыжақ. Бұтын қайделерінің бежірілмесіні Авропа комиссиясы ве Алманияның регуляторы тәшкережек. Бұл авта янылықлар Авропа парламентінің топлашывында имзаланажақ. Бұндан сон весіқа Авропа Бірлігінің ресми мejmuasында бастырылажақ. Ондан сон денішмелер ішке кірежек. Киев бронетанк заводы шахси шіркетлерінен бірлікті яны БТР яратты. Тәртибатның диджитал бағы ве дронлары бар. Команда штаб машинасы урушынен идаре етуінің ән яны системасынен донатылған. Хусусан о олған вақияларны білгісайарға чықара арби вазифелеріні хабер етіп, оларының бежерілмесіні незарет еті. Укроборонпромның матбуат қызметі берген мәліметқа көре БТР заводта денеп бақылған соны исе Украина арбейлеріне теслим етілежек. Йылдырым дүнияның ән юксек бинасына Дубайда кем Бурдж-Халифа құлесіне ұрған. Бинаның юксеклігі 828 метріні тәшкілеті. Оның құлесі исе яшынчекер вазифесіні бежере. Йылдырым ұрышыны видеоға чықарғанлар Дубайның шахзадесі бұл видеонен Twitter сайфесінде пайлашқан. 8 инсан әля қолды, онлар же яраланды. Бұның себебі Американың Техас штатында юз берген 2 торнадо. Елінің қоветі сатты 230 километрны тешкіл еткен. Бұқта ерлі акимиет хабер етмекте 150 бин бина ярықсыз қалды. Юзлер же әвлер бозық, йоллар исе қапалы. Урметлі серджілер, бұ дақиқаға бұ сонки хаберіміз дадачо хаберлерні сізлер UATV.ua сайтымызда оқой білесіңіз. UATV или олыңыз өзіңізге мұқайт олыңыз, сақлықнен қалыңыз көрішкенде.